Еркебұлан Мишоккенін көрдіңер? Маған лично реванш деген әңгіме жеткен жоқ. Громкий бойлар көп, шапқал бар жақын арада. Мен ол суманы қарадым да, әрине мен де бір жүрген біреу емеспін ғой. Мұхитжан, қойсайшы ма, родной. Иә достар, қызықтар осы аптада жиналып қалды. Еркебұлан реваншқа шықпайды деп жүр, Марсель оны Мишок деп жүр. Ал Мұхит Амантаев болса келісі, мотиватор болса оған бір нәрсе айтып жүр. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Еркебұлан, салам алейкум. Видел твой последний бой, поиграл, уже скайфуешь на Мальдиву. Честно, не понял тебя. Коротко и ясно, я тот самый шоу Волчук Жаев. А я тот самый друг Давлетов Сервай. Ты по адресу. Я готов на твоей стене с тобой зарубиться. Давай сделаем это самый масштабный бой. Ұтылып қалсаң да тыныштық жоқ. Я выезжаю, готовь свой контракт. Как ты любишь говорить. Эй, Дана, give me contract. Да, бұларға хайп керек болса, маған звондайды. There's a cool breeze in the air. В общем, біреу бір өтірік информация таратып жүр, короче. Марсельден реванштан қашып жүр бірдеңе дегенше. Өтірік ол, сенбеңдер. Маған лично реванш деген әңгіме жеткен жоқ. Ол әлі неде жүр жаңағы. Жаңағы бойдың енді эйфориясымен жүр да әлі. Ол 3 ай өтеді, жарты жыл өтеді, 1 жыл өтеді, ол эйфория бітеді ол. Сол кезде громкий бой керек болады да, сол кезде келеді. Атак реванштан қашып жүр деген ол өтірік әңгіме оған сенбеңдер. Сондай бір пост бірдеңе көріп қалсаңдар, жазыпсаңдар, анау Еркебұлан өзінен лично өзінің аузынан естідік, ол өтірік әңгіме. Қалай қашам мен? Қалай қашам? Маған керек қой. Реванш маған керек конкретно. Мен неге қашам одан? Вот Марсель қашуы мүмкін. Өйткені оған керек жоқ. Ол ұтып алды, болды, мен ұтып алдым деп кетіп қалады. Так что реванштың уақыты келеді бір күні. Кезінде Әділханға ұтылып қалып, 1,5 жылдан кейін бірақ алдым ғой реваншты. Ол ана сол победаның несімен буымен жүрді да біраз уақыт. Одан кейін енді өшеді ғой, любой адам хайпта постоянно жүру, на плаву жүру қиын да. Өшіп баратып керек болды да, оған сөйтті да реванш берді. Сондай момент келеді, ол по кулачке болсын, по боксу болсын, таймовый болсын, ол бір күні келеді. Одан бөлек громкий бойлар көп, шапқал бар жақын арада. Одан да бөлек кім ұтады екен, ойбай кім ұтады екен, на бой не болады екен, аспаннан түспес екен деп уайымдап отыратын бойлар бар әлі. Так что қызықтың бәрі алда достар. Еркебұлан Мишоккенін көрдіңер? Еркебұлан көріп отырсаңдар кешке реванш сұрап жатады. Еркебұлан видеосын жөнелтіп Еркебұланға жаза бербегіле. Еркебұлан Мишоккенін көрдіңер? Пускай Еркебұлан Нурайдин ағасын айтып, индус, иранецтерді алып келіп ұра берсін. Реванш қылғысы келеді, шықсын ММАдан. ММАдан шықсын, мен айтқан гонорарды қойсын, пускай 85 емес 100 килограмм болып шықсын. Ошол себептен Еркебұланды уже мен өтіп қойдым уже. Мен үшін Мишоккен. Кулачка деді, кулачкадан деле өтіп қойдым. Так что Еркебұлан жөнінде жазбайлы қойғыла, видеосында лайк баспай деле қойғыла, көрбей деле қойғыла. Өзін өзі алақсытып, дағын жақшы Еркебұлан ұтылып алды. Егер ұтып алғанда бізге вообще сөз бермек емескен. 1 грамм сөз сүйлетмек емескен. Ұтылып алып, ұялбай, ұтқандай нәрселерді сүйлеп атады да. Ұтылса да, ана мен вес, ана мен актермын деп бірдекелерді айтты. Анан айта кетші нәрсе, Қазақстан менен Қырғызстанның байестерін бір-біріне салбайлы қойыш керек болып қалды уже. Неге дегенде кече күні Қазақстанға бардық. Барғанда 3-4 қырғыз байес шықты, шыққанда уже у деп қиқырып атышты. Сөз бербей қойышты. Мысалы, қазақ менен қырғыз ұрышып жатқан үшін Қазақстанды балет етті деп ойласам, Нихарткомен ұрышқанда дағын, Нихартконың сопернигі сүйлейін деділі, елдер сүйлетпей қойды, у депші. Анан мен ошоға даярдан шықты, специально өзім бірінші давай депші. Бұл жерде спортта шықса достықты білдірелі дегенбіз да, мысалы. Қазақ мен қырғыз байестер ұрышытады, мысалы, Еркебұлан екеуі ұрышытады, қазақ қырғыз бір туған болуш керек. Бұл жерде азыркы учурда комментарийде башка жакта наоборот бір-біріне против болып, Қырғызстан, Қазақстан деп слишком жанагындай болуп кетти да. Жада калса, судьяны көрдүңөр, Абдырахман утты эле, синий угол Абдырахман эсе, мынтип Дастан Бекенди көтөрүп алат колунчу. Бул дагы нерсе, туура эмес нерсе. Бул жерде не только фанаттар, жада калса судьялардан бери мына против тургандай болот да. Ошол себептен эгер мындай боло берсе, уже Кыргызстандын байестери менен Казакстандын байестерин бири-бирине салбайлы коюш керек. Бул жерде бири-бирине тиш кайрап, наоборот, бири-бирине өч кылгандын ордуна
ушпай эле коелу. Чисто мен оюм. Бул жерде достукту билдирели десек, наоборот, бири-бирин колдоштун ордуна бири-бирине против болуп комментарий, даже бизден башка чужой адамдар деле бири-бирине мындай против болуп калат да. Ошол себептен айта кетчү нерсе, бул спорт чисто достук. Эгер ушундай болсо, мен лично өзүм ушпайм уже казактар менен. И көрдүңөр, биздин кыргыздардан 3-4 боец утуп койду. Бизден эч ким аларга вызов таштаган жок, чык биз менен депчи. Неге дегенде Жалгас Жумабеков дегенди биз сыйлайбыз. Биздин агабыз болот уже, UFC'нин боеци келип утту, красавчик, күчтүү утту дейбиз да бизчи. Анан ызгылдап, андай, бул мындай дештин кереги жок. Бул чисто спорт, күчтүүсү жеңсин. Биздин кыргыз боецтер, мен Омат Брачкамы деле Аю деген утуп кетти, Калысты, Нихартка утуп кетти. Чисто спорт бул деген нерсе бирде утат, бирде утулат. Бул деген нерсе эчтеке болбойт. Ошол себептен дайыма биргеликте болойлу. Кыргызстан алга. Қазақ қырғыз бір туған. Кыргыз казак бир тууган. Жоқ. Қазақ қырғыз бір туған. Жок, кыргыз казак бир тууган. Жарайды, жүрші көрейші ана. Нелегал деген кинода сол жерде кім туған бәрін айтып жүріп. Короче, Марсель Алматыға кетті. Аурум. Қазақ жігіттер тиіс кетпесін деп қасыма алдым. Сәл. Охрана қош деді ғой маған. Астанды чакырып алдым. Бұл мен досым деп Абдурахманға ойлатып жүр. Абдрахман мен досым да. Жакын досым ал Мен мен. бұл Санжарға балетті мен, сен Санжар бете білесің. Усінде адамдай жүрген усінде. Қазанбас деп бұлай келе бересің. Басын қазандай да, бірақ таппай жатыр қойшы, басын ішті. Судьялар бары дамып берсе екен деп. Арбап. Көп экран. Ана келеге тиесің да, сенки ударниксің. Сенки мен мүлсем любой ударны тиіп ашым. Киген удар чүй қойшым ғой, любой челез атым. Ошоға мен мындай тұрып ушундай киіп аттым да. Урсам нел урсын. Қарамай дегенсің де өзіңе қайрылады. Немеде жүріп сындырып алдым. Реңгенге тартсам сөгіп өліп кетті. Сен қолға ақысына бер деген. Операция мен спайнтен Бити. Бұл жекпе-жекте қырғыз ұтқан жоқ, қазақ ұтқан жоқ. Бұл жекпе-жекте Марсель ұтты, мен ұттым. Ешқандай қазақ қырғыз болушы. Мен сені ұтсам, сенен мықты қырғыз шығады. Мен ұтып алатыншы. Сен мен ұтсам, менен мықты қазақ шығады. Ол сен ұтып алатыншы. Так что бұл Чисто экозың бойы. Иә, результат нацияға емес, ұлтқа емес, бұл результат екеумізге әсер етеді. Кечеден айтқам, қазақ қырғыз бір туған, ал жерде қазақ менен қырғыз ұрышат емес, Марсель менен Еркебұлан ұрышат деп айтып қала дедім да, мен бардық жерге. Біз экоз ұрыштық, экоз шештік, алды үшін. Рюкзак кімде екен? Ассаламу алейкум қырғыз елім. Кече күнү Қазақстанға бардым эле. Неге Еркебұлан менен кайра видео тартып жакшы неметтасын дегендерге. Достор, биз Еркебұлан экөөбүздүн айыбыздан кыргыз менен казак мындай урушуп калышын каалабайбыз. Реально мен лично каалабайм. Мен өзүмдөн айттым, ал нерсени каалабайм деп. Например, жанагы Улак менен Көкпар деген бар. Ошону айтса эле уже Кыргызстан менен Казакстан бири-бири ызылдашып жатып калат. Ошонун айынан Көкпар менен Улакты элдин бардыгы жаман көрүп калган. ММА спортту мына кулачканы биздин спортту ошентип жаман көрүп калбасын деп, биз наоборот спорт бул достук деген мааниде биз Еркебұлан экөөбүз совместный видео тарттык. Ошол себептен биз чисто достукка чакырдык. Еркебұлан экөөбүз урушушубуз мүмкүн, реванш кылышыбыз мүмкүн, либо башка Мухит ага менен урушушубуз мүмкүн, бирок бул чисто спорт и спорт деген бул достук деген. Ошол себептен мындай спортту адаштырбаш керек. Кыргыз менен казакты бири-бирине против кылыпчы. Ошол себептен биз мындай достуктун, биримдиктин символу катарында экөөбүз чогуу видео тарттык. Ошол себептен чисто спортту колдойлу и мындай улутка бөлүнбөйлү. Так что күч бирдикте Кыргызстан алга. Базар жок, базар чисто. Көрдүңөр, а? Ой, братан, что там не делите? Стези. Базар. Красный делать кинде. СНГ емес, мындан қарасаң. Кыргызстана. Крас Кыргызстана. Бұйырса жекпе-жегimiz Айыба Намат
лигасының ережесімен болады, яғни кулачкамен. Бұл жерде мен айтайын деп жатқан, құдай қаласа мен қазір контракт қолымда, контрактке 1-2 күнде уже қол қоям. Теперь только за малым, дело за Марселем. Марсель құдай қаласа қолын қойса болды, все, гоу сонымен. Бұл жерде құдай қаласа тағы да айтам, 3 раунд 2 минуттан бола ма, 5 раунд 3 минуттан бола ма, маңызды емес. Исход боя қалай болады, мен сендерге айтайын. Мұхит ағайлары шығады, құдай қаласа. Мен только вперед жүрем, мен только ұрам оны, болды, все. Я его буду давить, я его буду бить. Либо мен құлаймын, либо ол құлайды. Здесь разговор сондай. Бұл жерде до конца решений судей не будет. Но мен сендерге отвечаю, что құлайды ол. Мен бар күшімді, бар өзімнің мінезімді соған құдай қаласа алып келемін. Құдай қаласа, мен сендерге сондай керемет шоу, керемет бой, который вы будете помнить годами, мен сендерге көрсетемін, иншалла. Қандай қазақтың мінезі, қазақтың күш қуатын, Мұхит ағайлардың бокс стилін мен сендерге көрсетемін, иншалла. Сразу тірлікке кірсек, бәрі сұрап жатыр, Мұхит ағай, немеге сіз 5 раунд 3 минуттан деп айттыңыз, өзіңіз вызов тастап, кез келген олардың ұсыныстарына келісе бермейсіз ба? Яғни Марсельге вызов тастап, Марсельдің айтқанына келісе бермейсіз ба дейді. Бірінші мәселе берді, не үшін мен 5 раунд 3 минут дедім. Маған без разницы, жігіттер. Маған Наматтың лигасы 2 раундтан 3 раунд берсе де, 3 минуттан 5 раунд берсе де, маған без разницы. Маған гонорар маңызды емес, ең бастысы менің қазақ елінің, халқының ризашылығы дедім ғой. Осы әңгімемді мен сендерге жақсылап толықтырып түсіндіріп берейін. 2 раунд 3 минут дегеніміз ол тез өтеді де кетеді. Вообще негізі 3 минут 5 раунд ол чемпионский бойларға ғана беріледі. Сосын кеше мен бардым, көрдім, жекпе-жектерді көрдім, чемпионский поястар алып жатыр жігіттер. Маған поястары өте қатты ұнады. Сосын поястар өте керемет, әдемі жасапты. Мен бұл жерде оларға мынандай ұсыныс жасап жатырмын да, чтобы Марсельге де қызық болу үшін, давайте сделаем бой, медийный чемпионский бой. Егер де біз медийный чемпионский пояс жасасақ, здесь уже можно сделать 5 раундов по 3 минуты. Сосын тағы да бір мәселе, халықтың ризашылығы деп отқаным, маған керегі гонорар, маған қызық емес деп отқаным, маған гонорар қызық емес деген сөзіме жауап берейін. Маған гонорар берді. Мен жігіттерге Намат лигасының және Аиба басшылықтарына айттым. Жігіттер конкретно Марсельмен бойға жекпе-жек маған қанша бересіңдер дедім. Олар маған айтты, Мұхит ағай, әке, міне мынандай сумма сізге гарантированно бере аламыз деді. Мен ол сумманы қарадым, әрине мен де бір жүрген біреу емеспін ғой. Сондықтан возвышенно бір қатты былай аузымды ашқан жоқпын, и чересчур бір жерге салатында бір сумманы айтқан жоқпын. Средний ценаны олар маған айтты, ортаңғы өзіме лайықты. Мен айттым, жігіттер, маған ол сумма устраивает, айтқан бағаларына келістім. Екінші мәселе, халқымның, елімнің ризашылығы деп атқан сөзіме жауап берейін. Маған халқымның ризашылығы керек дедім ғой. Олар келеді, билетті сатып алады, жекпе-жекті көруге мысалға келеді. Бұл жерде біз билет сатамыз. Олар, яғни просмотр көреді, просмотр жинайды, лайк басады, комментарий жасады. Бұның бәрі кім? Халық. Яғни біз халыққа бұны отдачасымызды 100 есе беру керекпіз. Мысалға кеше Еркебұлан мен Марсель бокс жасқан кезде 2 минут 3 раунд өтті де кетті. Былайша қарап тұрсам, мен айттым ғой, 2 минут 3 раунд это детский бокс дедім. 5 раунд 3 минуттан бокстасақ, біз халық елдің ризашылығын аламыз. Шынымен де, өйткені бұл жерде действительно либо ол құлайды, либо мен құлаймын. До конца до решения судей бұл жерде болмайды. Сондықтан бұл жерде 5 раунд 3 минуттан біз нағыз зрелище, мықты жекпе-жек, ел халық не просто он көреді, а с восхищением көріп, который помнит еще будет годами. Халықтың ризашылығын алу деген сол. Сосын жігіттер, бауырлар, тағы да бір жақсы жаңалық. Маған Намат лигасы контракт, договор уже жіберді. Мен бұны құдай қаласа Алла берсе қазір юристтеріне жіберем. Жақсылап ознакомимся. Осы бір 4-5 күн ішінде қазір контрактке уже қол қоям. Жекпе-жегіміздің құдай қаласа болуына тек қана бір қадам қалды. Аллаға шүкір. Енді тек қана бұл жерде Марсельден жауап күтеміз. Құдай қаласа Марсель өз жауабын беру керек. Намат Аиба лигасымен келісу керек болды. Мен уже өз келісімді бердім. Сондықтан құдай қаласа Алла берсе Марсельге де айтарым, давай контрактты ал, қабылда, қолыңды қой. Алла амандық берсе, жақсы жаңалықпен тағы да бөлісіп, мынау Намат Аиба лигасын құдай қаласа қолдауымен жекпе-жегіміз қай күні қашан болатын бәрін осы біліп, сол күнге құдай қаласа жетуімізге Алла нәсіп етсін. Айтарым сол, құдай қаласа келесі эфирде обязательно жолығамыз. Мұхитжан, қойшеші ма, родной. Мұхит сияқты кеп алайын ба, толтырып.
Мақолға, бәрін киім. Мұхит жақсы көреді мандайларды. Сағат кетті, бүйтіп лақтырып алады жарап. Мұхитқа жіберді мен сонда видеоны. Мұхит, мұнда толықтыр, жалап алмадың ба? Осылай демалып жатқан адаммын ғой. Качеляда, жалап, таза ауада үйдің алдында. Рекке шығып қалды да мына видео. Салмасам болмайды да. Өзі сұранып тұр да Мұхит. Мына салшы мына видеоны деп бар ғой. Өзі мотиваторға идея лақтырып тұр да. Ай, Мұхит, қоймайсың да сен де, ема, Мұхитжан. Қойшайшы, ма, родной. Енді құлаққа сырға тауып қалды, не істеп жатсың сен, натурин. Аяғыңға, қолыңға бәріне тағып алшайшы енді. Ай, Мұхит. Сен датауы енді мен өтіп жатқанда, ана көріп қалып тұрмын ғой андай, моншақтарды бар ғой. Сені есіме түсіп кеттің сразу. Менен жаман адам жоқ та, мотиватордан жаман адам жоқ. Бірақ мен всегда по факту айтамын. Иә достар, не ойлайсыңдар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Кім жеңеді, Мұхит Амантаев па немесе Марсель ме, Еркебұлан Тоқтар ма немесе Шафқал ма? Сендермен болған төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Қош аман, сау болыңдар, тіркелуді ұмытпаңдар.